Дамир Исмағұлов көршілес Ресейде дүниеге келіп, әлемдік шыңда Қазақстанның атымен туын желбіретіп келе жатқан жауынгерлеріміздің бірі. 26 жекпе-жек өткізіп, 24 рет жеңіске жеткен болады. Жергілікті M1 Global Promotion'ның чемпионы. UFC-ге көшкен соң біртіндеп қарсыластарын сындырып келеді. Өткізген әр жекпе-жегінде өзінің жоғарғы техникасын, жылдамдығын және де керемет соққыларын көрсетіп келе жатыр. Бүгінгі видеомызда біз Дамир Исмағұловтың басына өткен қиыншылықтар мен өткізген жекпе-жектер жайлы сөз қозғайтын боламыз. Ал осы видео басталмас бұрын міндетті түрде арнаға тіркеліп, видеоға лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесі видеода қай жауынгер жайлы сөз қозғайық? Комментарийге жазып кетіңіздер. Ал біз бастаймыз. Дамир 1991 жылы 3 ақпанда Орынбор облысы Ударный атты ауылында дүниеге келген. Кіші жүз, байұлы Байбақтар руының тумасы. Кішкентай кезінен мал шаруашылығына жақын болған. Мектеп кезінен футболға қызыққан. Алайда Орынбор қаласына жоғарғы оқу орнына түскесін алғаш рет жекпе-жек өнерімен танысқан болатын. Басында бокс, кикбокс және де самбомен айналысқан. 20 жасында аралас жекпе-жекке ауысып, алдыңғы 3 жыл бойы әуесқойлар арасында өнер көрсетті. 2014 жылы аралас жекпе-жекте Ресей кубогын жеңіп, кәсіпқой мансабын бастаған болатын. Алғашқы жекпе-жегін Орынбор қаласында өткізді. Скифтер алтыны турнирінде Давид Бакчай атты дебютантпен кездескен болатын. Дамир бірден прессингке көшіп, қарсыласын ауыр киктермен соққылай бастады. Не істегенін білмеген Давид күреспен қашқысы келді. Алайда өз астында қалып қойды. Дамир мезеттен фулл маунтқа көшіп, жоғары сатыдағы соққылармен алғашқы жеңісіне жеткен болатын. Келесі жылы нағыз қазақ секілді неше түрлі промоушендерде көшпендеп, өнер көрсетіп, әр қарсыласын жеңіп жүрді. Алайда 6-шы жекпе-жекте төрешілердің дұрыс шешім қабылдамауынан алғаш рет жеңіліс тапқан болатын. Осы жеңілісін жабу үшін Орынборға қайта оралып, туған жерінде Хавьер Фуэнтаспен кездесті. Испандық жауынгер бірден прессинг қосып шабуылдаған кезде Дамир дәл соққымен қарсы шабуылда қарсыласын нокдаунға түсірді. Хавьер тейкдаун жасаған сайын Дамирден 7-8 соққы жеп отырды. Бірінші раундтың ортасында Дамир тейкдауннан қорғанып, Хаммер фистпен жекпе-жекті аяқтаған болатын. «23 жастағы проспект 2016 жылы M1 Global Promotion'де толықтай қоныстанды. 66-шы турнирде Дамир тәжірибелі нокаутер Раул Татарауliмен кездесті. Бұл кеште Дамир неше түрлі соққыларға толы арсеналын бүкіліне тәнті етті. Қарсыласы бұған қарамастан әр кезде жауап беруге тырысты. Сол мезетте Дамир тейкдаун жасап, қарсыласының артына шығып, соққылармен кезекті жеңісіне жетті. Исмағұлов 6 ай өткен соң Рубинилтон Перейрамен кездесті. Рингта өзіне керек ара қашықтықты тауып, қарсыласын ауыр және де дәл соққылармен жазалап жүрді. Соңында төрешілердің шешімімен жеңіске жеткен болатын.
2016 жылды қатарынан 3 жекпе-жекте жеңісімен жауып, Ember Global Promotion чемпиондығына дайын екенін дәлелдеді. Солай Морган Херроуд атты қарсыласпен кездескен болатын. Исмағұлов бұл жолы өзінің жақсы күресетінін дәлелдеп, Ground and Poundпен қарсыласын мыжып жүрді. Үшінші раундта Дамир тейкдаун жасап, қарсыласын бэкмаунттан соққылағасын төреші жекпе-жекті тоқтатуға мәжбүр болды. Осыдан соң 26 жастағы Дамир Ember Global чемпиондық белбеуінен басты үміткер ретінде жекпе-жекке шықты. Оған қарсы қазіргі поп MMA жауынгері Максим Дивнич тұрған болатын. Жекпе-жек басталысымен Дамир ортан алып, әр кезде дәл соққылармен қарсыласын жазалап жүрді. Кейін Дамир аяғын осып, бір-екі рет Дивничті нокдаунға түсіруге жақын болған. Бесінші раундтың соңында Дамир тейкдаун жасап, 15 секунд қалғанда уақытынан бұрын жеңіске жеткен еді. Чемпиондық белбеуге қол жеткізген соң, біртіндеп үміткерлерді қыра бастады. Алдымен 5 жыл бойы жеңіліп көрмеген бразилиялық Рожерио Каранко кетті. Кейін Раул Татараулимен реванш болды. Бұл жекпе-жекте Дамир қиналмай 5 раунд бойы төбелесіп, төрешілер шешімімен жеңіске жетті. Келесіде экс-чемпион Артем Дамковскиймен кездесіп, қарсыласының қолын басымен сындырған болатын. Екі мың 18 жылы Дамирдің рекорды 19 жеңіспен бір жеңіліске дейін жетті. Осылай Дамир Исмағұлов UFC промоутерінің көзіне түсіп, Absolute Promotion'дегі Қазақстан туымен өнер көрсететін алғашқы қазақ атанды. Алғашқы жекпе-жегін Австралия елінде жергілікті жұлдызды жауынгер Алекс Коргеспен кездесті. Жекпе-жек басталысымен Дамир дәл соққылармен қарсыласын ұстап жүрді. Кейін ауыр мидл киктер қосылған болатын. Кейін Дамир Исмағұлов UFC тарихындағы алғаш рет жеңіске жеткен қазақ атанды. 3 ай өткен соң Дамир Чехия елінде 10 жекпе-жекте нокаутпен ұтқан талантты проспект Йоэль Альвареспен кездесті. Исмағұлов бірден прессинг жасап, бокстағы соққылар сериясымен жұмыс істей бастады. Испандық жауынгер бұл соққыларға жауап беруге тырысты. Алайда Дамирдің соққыларының таймингіне үйрене алмай, әр кезде соққылар жеп жүрді. Дәл осылай Дамир Исмағұлов 3 раунд бойы өнер көрсетіп, жеңіске жеткен болатын. Келесі жекпе-жегінде Дамир Исмағұлов Қытай елінде тәжірибелі джитсер Тиаго Мойсеспен кездесті. Дамир өзі үйренгендей бірден прессинг жасап, ауыр лоу-киктармен қарсыласының аяқтарын өшіріп тастауға тырысты. Мойсес жауап бергісі келгенімен, қарсы келген дәл соққыдан нокдаунға құлаған болатын. Исмағұлов өзіне керек темпті тауып, қалған раундтарда қарсыласын жазалай бастады. Осылай Дамир Исмағұлов кезекті жеңісіне жеткен болады.
UFC-де бір жыл ішінде 3 жекпе-жекте жеңіске жетіп, топ 15 рейтингіне кіруге дайын болған. Алайда соңғы жекпе-жегінде жарақат алып, бір жылдай өнер көрсетпеді. Кейін 2020 жылы октагонға қайта оралуға тырысты, бірақ сол жарақаты қайтадан шығып, ұзақ уақыт бойы өнер көрсетпеді. 2 жыл өткен соң Дамир Исмағұлов октагонға қайта оралып, Рафаэль Альвеспен кездесті. Бразилиялық жауынгер өзінше трэш-ток жасаймын деп, біраз қазақтың ашуына қалды. Дамир болса трэш-токқа берілмек, қарсыласын қинап сындыруға сөз берді. Альвес жекпе-жек басталысымен шабуылдап, жекпе-жекті тез аяқтағысы келді. Бірақ қарсы шабуылдан партерде Дамирдің астында қалып, біраз уақыт бойы таяқ жеді. Екінші раундта Дамир қарсыласын ауыр нокдаунға түсірді. Кейін Дамир төрешілердің шешімімен жеңіске жеткен болады. Топ 15-ке кірген соң Дамир грузиялық Гурам Кутателадземен кездескен болатын. Алғашқы раундта грузиялық жауынгер өзін жақсы көрсетті. Кейінгі раундта Исмағұлов өзінің соққылар сериясымен қарсыласына біраз қиындық алып келді. Жауынгерлер 3-ші раундта соққылармен алмасуды жалғастырды. Өте жоғары деңгейде өткен жекпе-жекте Дамир төрешілердің басымдығымен жеңіске жетті. Осымен Дамир UFC-дегі рекордын 5-0-ге жеткізген болатын. Казах теперь здесь будет газовать! Казах! Жеңіл салмақта ұзақ уақыт бойы қарсылас таба алмағасын кезінде өзімен бірге бастаған дайындық барысында жұп болған Арман Сарукянмен кездесті. Дамир бұл жекпе-жекке ауырып шыққан болатын. Соның кесірінен өзіне дым құсамаған еді. Алғашқы раундтан бастап Арман бірден күресіп, әр уақыт бойы тейкдаун жасап, бүкіл жекпе-жек бойы көрпе болып жатып шықты. Осылай Дамир ұзаққа созылған мансабында екінші жеңіліс тапқан болатын. Бұдан кейін Дамир Исмағұлов мансабын аяқтайтын айтты. Алайда кейін қайта оралуға дайын екенін айтып, келесі қарсыласын күтуде. Ал осымен біздің видео соңына дейін жетті. Міндетті түрде лайк басып, арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар келесіде қай жауынгер жайлы видео шығарайық? Комментарийге жазып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Азамат арнасы. Сау саламатта көріскенше. Сау болыңыздар.